Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, біздің YouTube-тағы каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қысқа нұсқа қозғайтын тақырыбымыз діни фанатизм қоғам дерті. Осы тақырып аясында біздің қойған сұрақтарымызға жауап беру үшін студиямызға шақырған қонағымызбен таныс болыңыздар. Ол Шымкент қаласы дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының теолог маманы Бүркітбай Берік. Берік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз, рахмет. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз, жұмыстарыңыз жақсы ма? Аллаға шүкір. Алдымен дін және діннен бөлек фанатизм деген осы екі сөз ғой. Осы екі сөздің мағынасын бір жалпылама түсіндіріп берсек. Дін деп жалпы біз барлығымыз жақсы білеміз. Сонау 3000 жылдық біздің заманымызға дейін 3000 жылдықтан бері осы жерлерде мекендеген барлық халық дінсіз болмаған. Біздің қазақтың жерінде 3000 жылдан бері, сол біздің заманымызға 3000 жылдан бері өмір сүрген халықтың барлығы да алдыңғы кітап иелері, яғни Таурат, Забур, Інжіл осы кітаптың барлық заңдылығымен өмір сүре отырып, кейін ислам діні келгеннен кейін дәл солай ислам дінімен де өмір сүріп, соның қағидатымен әсіресе соның ішінде өзіміздің Абу Ханифа мазхабымен өмір сүріп келе жатырмыз қазіргі күнге дейін. Енді демек дін дегеніміз бұл өзіміздің салт дәстүрмен, өзіміздің барлық мынау әдет ғұрыптармен сәйкес келіп, сол салт дәстүрдің ішіне енген біздің былайша айтқан кезде дініміз ғой, дін. Сол дін мен дәстүрді қазір бірге қарастырып жатқан себебіміз де сол. Яғни біздің дініміз бұл дәстүріміз, біздің дәстүріміз бұл дініміз деп қазір барлық жерде де соны сабақтастық жүріп жатыр. Жалпы дін дегеніміз бір жаратушыға сену, құлшылық қылу, бірақ осы дін деген уақытта оның шегінен шығатын болсақ, шегінен шыққанда бір фанатизмдік дәрежеге баратын болсақ, сол фанатизм болуы мүмкін ба? Фанатизм деген өз шектен шығу ма? Дұрыс айтасыз. Жалпы негізі әр нәрсенің өзінің ортасы болады ғой. Яғни шекарасы болады. Дін ұстасаң, бұл қасиетін, ұстамасаң, қасіретін демекші. Дінді де, яғни кезінде имам молдалардың қасында қарапайым халық білім іздеп барлығы мешітте отырған кезде барлығы жұмыстан қалып, ертесіне таңға шейін білім іздегеннен кейін ертесіне жұмысқа жарамай қалады. Содан жаңа әлгі сөз шыға деген молданың айтқан істеді, істеген істемеді. Демек, яғни дінді ізденгенде де қарапайым халыққа сол діннің тек, яғни біздің имамдар, молдалар айтқан сол заңдылықпен жүрсе дұрыс болады екен. Ал енді оның шегінен шығып, әркім өзінше ізденіп, ешқандай ұстаз жоқ, я пір жоқ, я болмасам бір атасы жоқ, сол өзі ізденіп, талпынып, ары қарай соншалықты бір қатты кірген кезде адам фанатизмге ұшырайды. Яғни кез келген сөздің өзінің мағынасы бар, кез келген бір терминнің өзінің мағынасы бар. Сол нәрсені бұл дұрыс түсінбей, сол түсінбеген кейін ары қарай кете бергеннен кейін үлкен бір апатқа ұшыратады адамды. Дін дегеніміз тек қана намаз оқу, ораза ұстау, құлшылық қылу, мешітке бару, болмаса шіркеуге бару, болмаса өзге дін иелерінің өзінің ғибадатханаларына барумен ғана шектеле ме? Әлде көмек беру, жәрдем беру, үйіне келген қонақты сыйлау, көршімен жақсы қарым-қатынаста болу дегенде ол діни қарым-қатынас деуге болады ма оны? Дұрыс айтасыз. Яғни дін дегенде біз тек қана бір діни рәсімдерді ғана түсініп қалмауымыз керек. Яғни кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі де айтты ғой. Дін деген не дегенде дін бұл қарым-қатынас. Яғни барлық кезде әр адам өзінің айналасындағы ең бірінші қоғамды, сосын өзінің көршілерін, ағайын туыстарын, және бауырларын, және ең жақыны өзінің ата-анасы мен өзінің Құдай қосқан қосағының жаңағы ақысын беріп, барлығының да өзінің былайша айтқан кезде өзіне қойған жауапкершілікті толықтай мойнына алып, соны дұрыс атқарған жағдайда бұл дін болып есептеледі. Ата-анасына қызмет қылу, құрмет ету, әйелінің, жұбайының ақысын беру деп қалдыңыз ғой. Бұл үшеуін жасамай, тек қана намаз оқып жүре берсе, жоқ, ол дін емес. Ол дін емес. Ол дін емес.
Бұл фанатизм ба? Фанатизм. Шектен шығу ма? Шектен шығу керек. Неге өйткені? Себебі барда анау деструктивті діни ағымның мүшелері бар. Мен өзім намаз оқимын. Әйел оқыса оқыды, оқымаса, мен білмеймін енді. Әйелді намаз оқы деп есептейік. Ата-анасы оқымай қалуы мүмкін. Анда-санда арақ қойғанда сарқынға баруы мүмкін. Сонымен ол кәпір болды, араласпаймын. Керек емес ол. Деген шектен шығу емес па? Осында бір түсіндіріп бересіз ба? Жалпы айтқан кезде бұл дінді біз соны бұлақтан ішеміз, тек хадис пен Құранмен шектелеміз деген нәрсе бұл адасушылық қалып баратын нәрсе. Өйткенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі кез келген хадисті жеткізіп жатқан кезде қасында әлбетте фақих, сонау пайғамбарлық кезінен бірге келе жатқан сахабалар да болды да. Оны сол сахабалары ауызба ауыз өз естіген нәрсесін басқа сахабаларға жеткізіп отыр. Міне солай бұл тарағаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әрбір сөзі дұрыс жетіп келді да бізге. Яғни өзінің сондай тізбектерімен. Міне осы тізбектерді білмеген соң жаңағы біздің ағайындарымыз келіп жай әшейін Сахих Бұхариді оқып алғаннан кейін сол ішіндегі хадистермен шектеледі дағы. Болды, осы жерде осылай айтты, болды, бітті. Ұстазы да соны айтты, бітті, болды, заң болып. Сонымен не керек? Үйіндегі ата-анасы да кәпір болып шығып жатқан жағдай осыған әкеліп тіреледі ғой. Құранда силай рахым деген. Силай рахым. Туған туысқанмен оның ішінде ата-ана туралы уәлә тақул лахум уффин. Оларға туф уф деуші болма деген сөздің өзі әмір емес пе негізі? Әрине, дұрыс айтасыз. Яғни ең бірінші бұл Ибраһим алейхиссаламның өзінің Құранда көрсеткен тәрбиесі бізге үлкен тәрбиет қой. Яғни әкешім деп дінге шақырып отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі де егер де мен әке шешем тірі болғанда дейді, мен сондай бір құрмет қылатын едім деп көзінен жас алатын мысалға. Демек, осының барлығы да бізге үлкен ғибрат, үлкен нәрсе ғой. Яғни біз ең бірінші сол дүниеге алып келген себепкер болған ата-аналарымызға құрмет жасап, сол кісілердің райын қайтармай, разылығын алған кезде ғана біз, иншалла деп айтайын, осы дінді ұстаған болып есептелеміз. Және де әйеліміздің, жаңағы үйдегі бауырларымыздың, балаларымыздың ақысын дұрыс берген жағдайда біз сол дін ұстанушы болып есептеледі дегеніміз. Құдай қаласа. Мына пайғамбарымыздың кімде-кім ақырет күніне иман келтірсе, және де Аллаға иман келтірсе, ақырет күніне иман келтірсе, үйіне келген қонақты құрмет қылсын, және көршісін құрмет қылсын. Фәл юкрим деген міндетті түрде оған құрмет жаса деген мағына шығады емес пе? Иә, дұрыс айтасыз. Яғни бұл жерде сол ең бірінші нәрсе, біз ең бірінші сол құрметті, яғни дін арқылы келген осы нәрсенің барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсеткенде істегенде ғана біз берекет табады дегеніміз ғой. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам неден қайтарса содан қайтып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам неге бұйырса соны істеумен ғана біз дұрыс жол табады дегеніміз ғой. Сол кісі көрсеткендей қылып, сол кісі айтқандай қылып істейтін болсақ. Кез келген мына жатағым жетегінде жүрген бауырларымызға айтар едім, ең бірінші адам кез келген нәрсені іздемес бұрын, ғылым іздемес бұрын, яғни діннің бір хадисін, Құранды іздемес бұрын, өз-өзіне сұрақ қойса, сол дұрыс көмек болар еді. Неге? Өйткені әр адам өзіне сұрақ қою арқылы ғана бұл ақиқатқа жетеді. Екіншіден, ол адам ғалым болады, иншалла. Кезінде Диоген деген кісі, ұлы гректің ойшылы, сол кісі кәдімгі бөшкенің ішінде отырып, бір сөзді қайталап, және өз-өзіне сұрақ қою арқылы сонда үлкен дәрежеге жеткен екен. Бір сөзді қайталап арқылы. Яғни халықтың алдында сөйлеген кезде, ана сөйлеген сөзі шын мәнінде бір сондай мырдың оғындай өтіп, және де барлық ойшылдардың арасында бір бас жоғары тұратын болған. Енді бұл сұхбатымыз қысқа нұсқа ғой, бір соңғы сұрақтардың бір ретінде кейбір азаматтар бар да, ретсіз қойған сақалы бар, жанында әйелі болса бетін тұмшалап қап-құрап киініп алады, бірақ сезіледі да, негізі байқалады адамды менсінбей тұрғаны, сен менің қасымда кімсің деген нәрсе сезіледі. Енді біз жас бала емеспіз ғой, сезіледі. Мақұл, менсінбеушілігін, тәкаппарлығын барлығын қоя салдық, бірақ ол әрекеті, ол да шектен тыс шығу емес па? Дұрыс айтасыз. Бұл да бір фанатизмге жата ма, жатпайды ма? Әрине жатады. Бұл фанатизмнің ең бірінші дерті ғой. Ең бірінші дерті
бұл кісілер сол ұстаздарының әсерінен болса керек деп ойлаймын өзім. Ұстаздардың сондай жеткізген әсерінен сол оқыған нәрсесін, тура сол айтылған нәрсесін пайғамбар саллаллаху алейхи аузынан естігендей болып әсер алатындығына, сол заманда өмір сүргендей бізге сол замандағы нәрсені алып келуге тырысады ғой. Көрдіңіз ба? Қателесіп жатқан жері сол да. Яғни сол замандағыдай біз өмір сүруіміз керек деген нәрсені ол жерге алып келеді ғой. Тура сол халифаттағыдай, пайғамбар саллаллаху алейхи замандағыдай өмір сүру керекпіз біз барлығымыз сол бетті тұмшалап, сақалды ұзыннан қойып жіберіп сүннет көйлекпен жүруіміз керек. Барлығымыз бір әмірге бағынуымыз керек деген сияқты сондай ұстанымдар бар енді өкінішке орай. Әлбетте бұл қазіргі заманның ағымына, қазіргі заманның былайша айтқан кезде барлық заңдылығына ешқандай сәйкес келмейді. Солай болатын болса, онда өзге дін иелерінің, кітап иелерінің жасап жатқан көлігі бар. Христиан емес, буддизм ұстанатын, басқа жаңағы бұтқа табынатын кейбір елдердің бар ұлттар енді. Солардың көліктерімен жүр. Иә, дұрыс айтасыз. Мысалға деп жатырмын. Ағар солай болатын болса, жаяу жүр. Кейге жаяу жүр. Алтай бар, мысал деп жатыр. Ол жағына айтсаңыз, мысалы, ол жағын мойындамайды дағыны, бірақ дін жағынан жаңағы өздерінікін алып келе береді. Бұл енді үлкен бір надандықтың себебі деп ойлаймын. Өйткені қазір жаппай надандықтың сондай бір ұшар шегіне шықтық, біз өзіміз танымай жатырмыз ғой. Баяғы өзіміздің Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайберді, одан алын жаңағындай Испиджаби, мысалы, Сығанақилердің мысалға еңбектерін егер оқып қарайтын болсақ, біздің ата-бабамыз дінсіз болмаған ешқандай. Барлығы да дінмен өмір сүрген. 5 уақыт намаздары түгел болған. Жаңағыда айтып отқан өздері орамалды да тағып келген. Осы бертін ғана бізді бұзылған нәрсе осы 33 жылдар болған ақшашылық қой. Сол 33 жылдар болған ақшашылықтан кейін біздің халқымыз оңбай жаңағыдай халқы саны жағынан да азайып қалды, сапа жағынан да кері қарай кетіп қалды да. Енді біздің әңгімеміз ол 30-40 жылдар емес, 90 жылдардан кейінгі ғой. 90 жылдар мен 97-нің арасында шетелге көптеген біздің азаматтар білім алуға барды, оқуға барды, ішінде жақсы оқып келгені болды, тәрбиесі дұрыстары болды, тәрбиесі дұрыс емес білім алып келген, дұрыс емес қайнар көзден алып келген азаматтар келіп, елді, жұртты адастырды. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде мен былай айтамын да, негізі қазір біз сондай дәрежеге жеттік. Намаз оқыса біз қорқамыз, мешітке барса уайымдаймыз, орамал тақса адасып кеткен ба дейміз, сақалы бейберекет былай өсіп кеткен болса, мынауың уахабис па деп айтамыз. Біз сондай дәрежеде уайымдайтын болдық. Неге? Себебі таяу шығыста қақтығыстарға наркомандар кеткен жоқ, жезөкшелер кеткен жоқ, жастар дұрыс па? Арақты жатып ішетіндер кеткен жоқ. Өкінішке орай қолына автомат алып, Аллаху акбар деп адам өлтіретін мұсылмандар кетті. Шыны керек қой. Осы сөзді айтсақ ренжиді кейбір азаматтар. Неге сендер исламды жамандай бересіңдер? Исламды жамандау емес бұл. Исламды әдейі жек көрінішті етіп, көрсетіп жатқан адамдардың бет бейнесін тек қана ашып беру. Намаз оқы, оразаңды ұста, қажылығыңа бар, құлшылығыңды жаса, бірақ жұмысыңды істе, жұмысыңды жаса, елге қызмет қыл, еліміз отанымыз, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Осы орайда сіздің сөзіңізді қосқым келгені, қазір біз мұсылмандар тек бірақ бағытта құлшылығымызды жасап жатырмыз. Тек қана намаз, ораза, қажылық болды. Қалған нәрсенің барлығы қалды, болды, жайлап қалып барады. Құдай сақтасын, дін ол емес. Дін бұл жалпы адамзаттың, яғни ғылымға деген құлшынысын оята отырып адамның сол ғылыммен бірге дамитын нәрсе ғой бұл дін деген. Яғни Кахф сүресінің 23-24 аятында айтылған. Ешқашан ертең істеймін деп айтпа, иншалла деп айтпайынша дейді Алла Тағала субхана. Енді осы жерде біз не айтамыз, не түсінеміз? Бұл жерде сол ғалымдардың өздері айтып жатыр, кез келген мәселеде әр адам алдына қойған мақсатын, мысалға бүгін мен осындай мақсат қойдым ба, сол мақсатымды
істеп бітірмейінше ертең істеймін деп айтпауым керек екен, көрдіңіз ба? Жоқ, бұл бүгін ертең істей саламын деген нәрсе болмайды екен. Мұсылман адам бүгін бастады ма, аяғына дейін соны бітіріп, ертең дәл сондай мақсатпен қайтадан, көрдіңіз ба? Яғни қайтадан мақсат қойып, ертесіне тағы қайтадан. Демек, барлығымыз осындай тәртіппен өмір сүретін болсақ, егерде баяғы мен ойлаймын, ана біздің ғалымдарымыз қайта тірілетін уақытта бұл. Жаңа жарықты шығарған, мынау барлық жаңалықты ашқан біздің ислам ғалымдары ғой. Мына ислам ғалымдары қайта тіріліп, қайтадан осындай шарықтайтын уақытқа келдік та қазір негізінде. Бірақ өкінішке орай осы нәрсе бізде қалып барады. Яғни ғылым жағы, жалпы мәдениет жағы дамудың орнына артқа қарай кетіп барады. Міне сол себеп біз мұсылмандар жалпы тек қана даму үстінде өмір сүретін халықпыз ғой негізінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям егер де барлық өмірін алып қарайтын болсақ, ол кісілердің барлығы да өмірі тек қана сол дамумен өткен ғой. Сол Құдай қаласа. Дамуымыз керек, білім алу керек, білімді жастар керек. Біліммен қаншама қамалды да, қаншама дүниеде еңсере аламыз, Құдай қаласа. Біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Қысқа нұсқа сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Алдағы күндері тағы да кездесеміз деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін. Бұл қысқа нұсқа сұхбат. Бүгін біз діни фанатизм жайында сөз қозғадық. Осы қозғаған біздің сұхбатымызға, қойған сұрақтарымызға жауап берген Бүркітбай Берік мырза болатын, Шымкент қаласы Дін істер басқармасы дін мәселелерін зерттеу орталығының теолог маманы. Студиямызға тағы да қош келдіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.